Қайырлы күн, қымбатты менің YouTube-тағы оқырмандарым. Қалдарыңыз қалай? Сіздермен бірге мен дәрігер Гүлжауһар Маратбекқызы. Егер менің каналыма ең алғаш келіп отқан болсаңыз, каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Бүгін біздің сіздермен айтатын тақырыбымыз ол баланы горшокқа үйрету жөнінде болмақ. Жалпы ең алғаш рет ана болып жатқандар болса, немесе баласын әлі горшокқа үйрете алмай жүрген ата-аналар болса, солар үшін менен көмек болсын деген оймен осы видеоны түсіріп отырмын. Жалпы горшокқа неше жастан бастап үйрету керек деген ең бірінші сұрақ туындайды. Егер мен өзім опытымнан алатын болсам, практикамнан, мен қазір 3 қызым бар. Бірінші қызым Аяла деген қыз, ол қазір 4,5-да. Ең бірінші оны горшокқа біз 7,5 айынан бастап отырғыза бастадық. Себебі ол сол кезде уже өзі отыра алатын тұғын, еңбектеп кез келген жерге барып өзі отыра алатын болды, яғни отыра алғанын көргеннен кейін барып оны горшокқа отырғыздық. Одан ерте баланы отырғызуға болмайды. Горшокқа отырғыздық, түріне қараймыз, ол өзі айтпайды еш нәрсені, просто түрінде деп үлкен дәретке шығайын деп атқанын білсек, сразу барып бұтын шешіп горшокқа отырғыза қоятын тұғымыз. Негізгі ол жердегі менің мақсатым баланы горшокқа үйрету емес, бала мынадай горшокта отырған кезде осылайынан ішінде түсетін қысым болатын болса, онда үлкен дәретке жеңіл шығады. Яғни үлкен дәретке шығуын жеңілдету мақсатында тез апарып горшокқа отырғыза қоятын тұғым. Кейін ол өзі де түріне қарап аңдып жүретін болдық осылай. Егер де осылай үлкен дәретке шыққысы келетін байқасақ, дереу горшокқа отырғыза салатынбыз. Уақыт өте келе жасы 1,5-ға келді. Жасы 1,5-ға келген кезде отбасылық жағдайларға байланысты мама басқа қалаға кетіп қалды, срочно кету керек болды. Ал мен ол кезде оқитынмын. Амал жоқ, қызды көрші үйге тастау керек болды. Сөйтіп 3 күндей бір көршінің үйіне, келесі күн тағы бір көршінің үйіне ауыстырып осылай қалдырып жүрдім. Мен қызым үшін ол үлкен стресс болды. Яғни бұған дейін әжесінің қасында және менің қасында ғана қалып көрген бала, енді мен сабақта болған уақытта ол көршілерде қалуға мәжбүр болды. Бұл жағдай сентябрьде болған тұғын. Сол көршілердің үйіне қалып жүрген кездерде мен алып кетем, сол кезден бастап оның іші өте бастады. Түнде тұрады да мама деп жылайды да, мені құшақтап алады, сосын іші өтеді. Тоқтаусыз түнімен 4 рет, 5 рет шығатын болды. Сөйтіп стрессті жағдайға түсті. Сол уақыттан бастап апрель айына дейін, міне сентябрьден бастап келер жылдың апреліне дейін 6-7 ай уақыт аралығында ол осылай үлкен дәрет горшокты көрсе қашатын болды, бұтына шыға беретін болып қалды. Бұдан көргенім менің, егер де бала горшокқа үйреніп келе жатқан уақытында қандай да бір стрессті жағдайларға шалдығатын болса, ол горшокқа отырмайды, бұтына жібере беретін болып қорқып қалады. Оның үйреніп келе жатқан новый дағдысын қандай да бір стресс келген кезде ол ұмытып қалуы мүмкін. Осыдан бастап біз уже ол бірінші қызымда неге бұтыңа шығасың, сен деген горшокқа шығатын едің ғой деп білмеймін ғой енді баламен қалай отношение жасау керегін. Сөйтіп мен оған ұрсатынмын, арасында ұрып алатын тұғынмын. Сөйтсем ол еш нәрсені түсінбейді екен. Кейін екінші қызымды босандым. Екінші қызымды босанған кезде уже менде сәл де болса қашан бастап үйрету керек, бала горшок жайлы қашан түсінік пайда болады деген нәрсені мен біліп алдым да, оны ешқандай қинаған жоқпын. Тор еш нәрсе айтқан жоқпын. Где-то 1 жас 3 айынан бастап алдындағы қызға қарап, Аялаға қарап, ол уже өзі горшокты сұрайтын болды. Қасына барып менде отырамын дейтін болды. Содан кейін жарайды деп біртіндеп үйрене бастады. Бірақ кейде ол бұтына тышып қойып жатса да, сиіп қойып жатса да ешқандай ұрысқан жоқпын. Осылайша ол толығымен горшокқа 2 жас 2 ай дегенде бұтына да істемейтін, памперс еш нәрсе кимейтін болып толығымен тастады. Горшокке өзі баратын болды да, памперстарын толығымен тастады. Енді жалпы медицина жағынан айтатын болсам, осы нәрсенің барлығын, енді бұл мен практикам болып саналады. Енді медицина жағынан айтатын болсам, жалпы баланы 1,5 жас,
1 жас 8 айдан бастап горшокқа үйрете бастаған дұрыс. Онда да оны қинамау керек. Горшок мейлінше самый простой горшок болу керек. Мынандай биік, асты аю сияқты деген аяқтары бар, ондай горшоктар желательно балаға алып бермеген дұрыс. Себебі ол біріншіден отыруға ыңғайсыз, биік болады, сосын баланың белі ауырып қалады да, онша қызықпайды. Сондықтан мейлінше самый простой горшокты алыңыздар. И ең қызық нәрсе ол мынандай наклейкалар болады ғой, қыздарға арналған, балаларға арналған, канцелярскийларда сататын. Сондай наклейкаларды алып келіп, баланы қызықтыру керек. Горшокқа неше түрлі суреттерін жабыстырып, бұл сенің горшогың, сен оны әдемілеп жатсың деп егер де көрсететін болса, онда ол уже горшогын жақсы көре бастайды. Қызыға бастайды горшогына өзі. Сондықтан осындай кішкене горшокпен қызығушылық орнату керек. Одан кейін, мысалы үшін кейбір ата-аналар айтуы мүмкін, ой, мен деген қызымды 1 жасынан бастап үйреткенмін, ой, мен деген қызымды 9 айынан бастап горшокқа отырғызғам, ол бұтына істемейтін, тек горшокқа шығатын болды деп кейбір ата-аналар, әжелер айтуы мүмкін. Иә, бала үйрену мүмкін, бірақ егер де жаңа мен бірінші қызымда болған жағдай секілді, ол үйреніп жақсы шығып келе жатып, бірақ қандай да бір стрессті жағдай болатын болса, ол бірден ол навыгын, үйренген нәрсесін тез ұмытып қалады. Екінші айта кететін нәрсе, бала именно мынандай миымен үлкен дәретке шығайын деп жатырмын деген ішектерінің арасындағы және қуықтың арасындағы рефлекстік байланыс осы 1,5 жастан бастап жақсы қалыптаса бастайды. Миына сигнал барады. Сегін келіп жатыр, ми сразу горшок қайда дейді да, бала уже горшокты іздеп, осылай арасында байланыс орнайды. Сондықтан да баланы ерте горшокқа үйретемін деп, немесе оны үйренбедің деп ұрып соғып, одан сайын стресс қылуға болмайды. Егер де горшокқа шық деп ұра беретін болса, онда ол кәдімгі стресс болады да, ол үшін керісінше горшок деген нәрсе ұрумен байланысы болып қалады. Сосын тағы бір айта кететін нәрсе, мынандай горшокқа үйреткен кезде сразу бәрі бір уақытта болмайды ғой, сондықтан кішкене төзім керек болады. Мамасына да кішкене сабыр керек болады. Себебі сіз де өзіңіздің кішкентай кезіңізді елестетсеңіз, немесе бір нәрсені үйрену үшін сіздің өзіңізге бірнеше уақыт керек болды. Сол сияқты балаға да уақыт берген дұрыс. Бүгінгі айтарым осы. Егер де горшок жайлы сіздердің сұрақтарыңыз болатын болса, онда төменге комментарийге жазсаңыздар болады, мен міндетті түрде жауап беремін. Сау болыңыздар.